Астанадағы медициналық паллиативтік көмек көрсететін орталық жабылудың азақ алдында тұр. Қорғансыздың күн кешкендердің күтіміне жауапты мекеме мамандары медициналық сақтандыру қоры көрсеткен қызметке сай тиісті қаражатты аудармады дейді. Шығынға батқан еңбек ұжымы 2 айдан бері жалақы алмаған. Ал міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының өкілдері қаржының аударылмауы құжаттарда кеткен қателіктерге қатысты дейді. Қос тарапты Сәбит Әлдебай тыңдап қайтты. Астанадағы жалғыз медициналық паллиативтік орталықта 100-ге жуық науқас бар. Олардың дені емнен күдер үзіп, өмірінің соңғы сәттерін осында өткізіп жатқандар. Олардың күтіміне 30-ға жуық қызметкер жауапты. Қажетті дәрі-дәрмекпен көрсеткен қызметіне кеткен шығынды міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры өтейді. Алайда орталық мамандары сақтандыру қорының қызметкерлері ең қажетті деген ем түрлерін хаттамада жоқ деп өтеуден бас тартқан. Иә, дәрілер беріледі. Өздеріңкі беріледі. Біздікі бар. Сол жағынан мысал протокол сақталынбады, емдеу протокол сақталынбады деп штраф салынып отыр ғой. Бірақ оны шешу керек. Дәрігер ғой сол. Қазір дәл көріп тұрған науқасты төсекте жатқан кезінде, осыны қолдану керек. Қан кетіп жатса, қан кету тоқтататын дәрілерді беріп. Растворлар бар, внутривенно қоятын. Ем жүргізу хаттамасында науқастардың туыстары әкелген дәрілерді беруде заңсыз деп танылған. Ал мұнда ұзақ мерзім жатқандарға қайталап ем жүргізуде талапқа сай емес. Сондай-ақ соңғы демі таусылып, өмірден өткендерге кеткен шығынды дәлелдеу қиын. Мамандар мұндай тәжірибе әлемнің ешбір елінде жоқ екенін айтады. Қазір орталық соңғы 2 айға 55 миллион теңге өтемақыны өндіріп ала алмай отыр. Олардың жаңағы программа бойынша күнделікті қанша адам жатқаны көріп тұр, фамилиясы бәрі. Соның өзінде сондай қылып не қылып отыр бізге. 2 айдан бері қиналып, әне күндері даже тамаққа ақша табылмай қалды, зорға. Біреулерден қарыз сұрап, қайырден қаржы сияқты болып, мүмкіншілік болды сондай. Әлеуметтік медсақтандыру қоры мұндай мекемелерге 3 түрлі тексеру жүргізілетінін айтады. Сарапшылар стандартты жоқ қызметтерге қаржы төлеу қаралмаған дейді. Ал құжат толтыруда кеткен кінәраттар түзелсе, қаражат қайтарылмақ. Бұл мекеме бойынша осы күнге дейін 192 дефекттік қателіктер табылған. Сол оның сомасы құрайды 24 миллионға дейін. Бүгінгі күнде сол қаржы ұсталып отыр. Бұл қателіктер 1 айда жіберілген, 2-ші айда да қателік жіберіле беретін болса, біз енді оның бәрін үкіметтен бөліп тұрған қаржы, оның бәрін нақтылап біз қарап тексеріп отырмасақ тағы болмайды. Алайда паллиативтік көмек көрсету орталығы бұл қателіктермен келіспейді. Өйткені қойылатын талаптар емдеу мекемелерімен бір стандартқа негізделген дейді. Ал медсақтандыру қорының мамандары стандартты өзгерту үшін арнайы ұсыныс әзірлеу қажет екенін айтады. Ол үшін ғылыми негіздеме қажет. Бұған бірнеше жыл кетуі мүмкін. Ал шығынға батқан мекеме жабылып қалса, барар жер басар тауы жоқ 100-деген адам далада қалуы ғажап емес. Сәбит Әлдебай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.